Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ерекше дайындалатын салаттың рецептісін ұсынамын. Сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, төмендегі подписация батырмасын басып алуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге капуста керек. Кез келген капустаны бірінші сыртқы қабығынан тазалап, керек емес жерлерін алып тастаймыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей етіп ұзынша тураймыз. Жіңішке ұзынша етіп тураймыз. Бұл өте жеңіл әрі тез, барлық кез келген кісіге ұнайтын салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді турап болғаннан кейін оны ыдысымызға салып қоямыз. Кішкене тұз салып, езіп алсаңыздар да болады. Бірақ маған олай ұнамайды. Ал енді бізге қайнатылған жұмыртқа керек. Жұмыртқаны ұзынша етіп тураймыз. Ал енді қызанақты тураймыз. Қызанақты да ұзынша соломка ретінде турауымыз керек. Одан кейін қиярымызды тураймыз. Қиярды да міндетті түрде ұзынша етіп турауымыз керек. Сарымсақты өз қалауларыңыз, егер қосам десеңіздер қосуға да болады, қоспайым десеңіздер де өз еріктеріңіз. Бірақ сарымсақпен дәмі өте ерекше болып шығады. Сарымсақты майда етіп турауымыз керек. Барлығын турап болғаннан кейін үстіне біз жүгерімізді, банкадағы жүгерімізді сағаламыз, яғни консервленген жүгеріні саламыз. Үстіне шамалы шым-шым дәміне қарай тұз, одан кейін майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Міне енді біздің салатымыз дайын болды. Жақсылап майонезімізді араластырып аламыз. Салат дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше болады. Кез келген аспен ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, төмендегі подписация батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Сіздермен болған Әйгерім Шынтемірқызы. Рахмет.